Сәлеметсіздер ме? Сіздермен IT News бағдарламасы. Жүргізуші Қадыржан Бақытжан. Жасанды интеллект киноиндустриядағы революция. Қауіп пе, әлде мүмкіндік пе? OpenAI жасанды интеллектті дамытуға бағытталған америкалық ғылыми зерттеу ұйымы өздерінің цифрлық құралдары мен есептеу қуатын толық метражды анимациялық фильм жасауға қолдануды жоспарлап отыр. Critters деп аталатын мультфильмнің премьерасы келесі жылы көрсетілмек деп жазды Wall Street Journal. Бұл туынды орман тұрғындардың саяхаты туралы баяндайды. Фильм OpenAIдың креативті маманы Чад Нельсон жасайды. Ол осыдан 3 жыл бұрын OpenAIдың DALL-E сурет генерациялау құралы арқылы фильмді жасауға талпынып, алғашқы эскиздерін сызған болатын. Енді Нельсон Лондон мен Лос-Анджелестегі продюсерлік компаниялармен бірігіп, 2026 жылдың мамырында Канн кинофестивалінде Critters картинасын ұсынбақ. Компания бұл жобаны дәстүрлі бейне өндіріс құралдарын жасанды интеллектпен ұштастыратын Native Origin студиясымен бірлесе дайындалуда. Мультфильмнің бюджеті $30 миллион төмен. Бұл кәдімгі анимациялық фильм өндірісінен әлде қайда арзан. Түсірілім тобы кейіпкерлерді дыбыстау үшін актерлерді тартып, суретшілер дайындаған. Эскиздерді OpenAIдың GPT-5 пен бейне сурет генерациялау модельдерінде жүктемек. Бұл жоба жасанды интеллекттің үлкен экранға лайық сапалы контент жасай алатынын дәлелдеуді көздейді. Авторлар сондай-ақ Голливудта бұл технологияның жылдам енгізілуін мақсат етеді. Бұған дейін жасанды интеллект негізінен сценарий жазуда пайдаланылса, енді ол бүкіл киноиндустрияға айтарлықтай сын-қатер тудыруда. OpenAI кино әлемін түбегейлі өзгертуі әбден мүмкін. Apple компаниясы жаңа AirPods Pro 3 құлаққаптарын таныстырды. Олардың басты ерекшелігі жасанды интеллекттің көмегімен нақты уақытта тілдерді аудару мүмкіндігі. Бұрын пайдаланушылар Google Translate, Microsoft Translator секілді қосымшалар арқылы ғана аударма жасай алса, енді бұл функция тікелей құлаққапқа енгізілген. Бұл саяхат, жұмыс немесе күнделікті қарым-қатынас үшін өте ыңғайлы. Жұмыс істеу принципі: адам өз тілінде сөйлейді, ал виртуалды көмекшісі Siri шамамен 1 секундтан кейін сөзді қажет тілге аударып жеткізеді. Сонымен қатар iPhone экранда әңгіме мәтін түрде көрсетіледі. Қазіргі таңда аудармаға қолжетімді тілдер: испан, француз, неміс, португал және ағылшын. Жақын арада жаңа тілдер қосылмақ. Бұл технология AirPods Pro 2 және AirPods 4 модельдерінде бағдарламалық жаңарту арқылы қолжетімді болады. Бірақ жаңа функциялар тек заманауи iPhone'дармен ғана жұмыс істейді. Meta компаниясы Facebook, Instagram және WhatsApp иесі өздерінің жыл сайынғы Meta Connect 2025 конференциясында Ray-Ban және Oakley брендтерімен бірлесе әзірлеген жаңа смарт көзілдіріктерін таныстырды. Meta Ray-Ban Display деп аталатын бұл көзілдіріктердің бір линзасында тікелей орнатылған жоғарғы айқындалған толық түсті экраны бар. Олардың көмегімен бейне қоңырау шалып, хабарламаларды көруге, сондай-ақ 12 мегапиксельді камера арқылы фото және видео түсіруге болады. Сонымен қатар көзілдіріктер Meta AI дауыстық көмекшісімен жұмыс істейді. Бұл күнделікті істерді жеңілдетеді. Алайда таныстыру кезінде техникалық ақаулар да орын алады. Марк Цукерберг WhatsApp арқылы көзілдіріктерден тікелей қоңырау шалуға тырысқанымен, бірнеше рет әрекет еткенімен байланыс орнамады. Бұл жағдайды сахнада мойындап, әзілдеп, не айтқанды білмей тұрмын, менде үнемі бірдеңе дұрыс болмай қалады деді. Сондай-ақ Meta жаңа нейрондық білезігін көрсетті. Бұл құрылғы қол мен саусақ бұлшықеттерінің қозғалысын бақылайды. Сол арқылы экранға тимей-ақ қарапайым қимылмен хабарлама жіберуге немесе әртүрлі функцияларды басқаруға мүмкіндік береді. Компания мұндай құрылғыларды адамдардың күнделікті өмірінің ажырамас бөлігіне айналады деп сенеді және жасанды интеллекті тұрмысқа кеңінен енгізуді көздейді. Сарапшылардың пікірінше, смарт көзілдіріктер Метаның көп жылдан бері дамытып келе жатқан қымбат әрі күрделі метаверс жобасына қарағанда нарықта көбірек сұранысқа ие болуы мүмкін. Өйткені олар ауыр VR шлемдерге қарағанда жеңіл әлі қарапайым аксессуар ретінде ыңғайлы. Біздің жаңалықтар дайджесін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, қату журналистика мамандығының студенті Қадыржан Бақытжан.